өзбек президенті айтты ғой, жақынды алмаңдар не деп, кәдімгі оларға заң шыққан. Иә. Ол деген жақын туыс, біз ағылшын жылқысы 5 атаға дейін қосуға правасы жоқ оның. Оның 5 атасы жазылып тұр ғой. 5 атадан асқаннан кейін қосылады. Кей кезде 3 атаға допускается. 3 атаға деген. Енді 3 атаға қосылған жылқының арғы жағы 3 атамен бері кіріп тұрған. Ол жылқыны зерттеп отырамыз. Кейде сол қосылған жылқыдан керемет бәйге жылқы туады. Сапасы өте жоғары. Кейде мүлдем жалқау жылқы туылады. Кейде мүгедек жылқы туылады. Өйткені инбридинг деген жақын туыстың қатынасынан осындай көрсеткіштер туады. Оны қарап отырасыз. Ол болатын болса, сонда тоқтата қоясыз. Ары қарай оны неге шығарып жібересіз бірақ. Бірақ неғұрлым жақын болған сайын генетиканың бір заңдылықтары бойында қасиет қатты беріледі кейде. Кейде бәрін өшіріп жіберуі мүмкін. Бұл енді малға қойылған эксперимент адамға қойылмайды ғой. Бірақ осы инбридингтің болатындығын, гендік қасиеттің жаңағы келесі қанды бұзатындығын ата-баба оқымай-ақ біздің пайымдау арқылы, тоқу арқылы айтып кеткен ғой соның бәрі. Сондықтан жеті ата дегеніміз бар. Тіпті алыстан алған сайын әлгі қанды жанартып отырған. Сондықтан кейде мысалы біздің селекцияның заңдылықтарында қан араластыру деген селекцияның әдісі бар. Бір рет басқа тұқымды қосып жіберуге мүмкіндік береді. Бір-ақ рет. Бірақ қалған кезінде сол қазақ жылқы тұқымын қосып отыру керек. Өйткені ананың кейде экстерерін жаңағы денесі салмағы азайып кетеді жақындаған сайын. Сондықтан бір рет улучшайды, жоғарылатып алуға мүмкіндік береді. Ол үшін жаңағы селекцияның зоотехник керек шаруашылық. Әйтпесе жаңағы өзіңіз айтқандай саны көп, сапасы жоқ болып кетеді.